Біз сізбен тағы да жолыққанымызға қуаныштымыз. Бұл сабақты өткізіп көрулеріңіз де мүмкін, бәлкім толық көріп шығарсыздар. Кейбіріңіз мектепте робототехника сабағынан проект жасау үшін, ал кейбіріңіз университетте Arduino курсынан тестке дайындалу үшін қарауларыңыз мүмкін, ал кейбіреулеріңіз мүлдем бірінші рет көрулеріңіз де мүмкін. Бұл кішкентай 15 минуттық сабақтардан сіз үйге қажетті датчиктерді жасап шығарарсыздар. Бәлкім кейбіріңіз мектепте берген проектіні аяқтарсыздар, ал кейбірі мүлдем түсінбеуі мүмкін. Бұл заңдылық. Бірақ ешқашан ешкім сізді өміріңіздің соңына дейін жетектеп жүрмейтінін білуіңіз қажет. Университетке түсіріп беретін көкелер мен Жұмабектің бажалары сияқты адамдар соңғы уақытта тым сараң болып бара жатыр. Сіз білесіз бе? Жұмабектің бажалары мен қайнағалары секілді өмірінің соңына дейін жетектеп жүретін бір зат бар. Ол туралы біз бүгін ашып айтатын боламыз. Кәдімгідей біз не туралы айтады екен деп уайымдап отырсыз ба? Қорықпаңыз, анонста демей кетті. Бүгінгі сабақтың тақырыбы қазақшаға аударғанда бір түрлі болғаннан кейін осындай құлыққа баруға тура келді. Негізінен оған Жұмабектің бажасы да ренжімейді деп ойлаймыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы сервожетектер деп аталады. Сервожетектер. Орысша сервоприводты деп айтылады, ал қазақшаға келгенде бір түрлі сервожетек. Жетектеп жүретін серво деген секілді. Негізінен серво деген сөздің анықтамасын, серваны толықтай зерттедік қой біз. Серво сөзі қандай сөздерден шыққан деген секілді. Оның этимологиясын толықтай зерттеп шықтық. Сонда серво деген сөз итальян, португал, латын тілдерінен аударғанда құл, еңбек етуші, қызмет етуші деген мағынаны білдіреді екен. Негізінен сервожетектердің негізгі мақсаты басқа датчиктермен бірге қызмет атқару. Сервожетектердің негізгі мақсаты белгілі бір уақыт мезетінде датчиктерден келіп түсетін сигналдың түріне байланысты құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде қажетті параметрлерді автоматты режимде белгілі бір деңгейде ұстап тұру болып табылады. Сервожетектер роботтардың механикалық қозғалысын модельдеу үшін қолданылады. Өзіміздің қара сөз қарабайыр тілмен айтқан кезде сервожетектер кез келген градусқа айналатын керемет құрылғы. Өзіңіз қай бақта айналдырғыңыз келеді, сол жаққа айналдыра аласыз. Негізінен көптеген сервожетектер 180 градуста айналады. Сервожетектер алғаш рет әлемде қашықтан басқаруға қолданған. Соның ішінде авиацияда, ұшақтарды аспанда басқаруға қолданған. Кейін келе робототехникада қолданыла бастады. Біз бүгінгі сабақтың сервожетек туралы сабақтың схемасын фрейзинг платформасына құратын боламыз. Ол үшін бізге Arduino микроконтроллер мен мектеп платаға орнату керек болады. Бізге кор бөлігінен сервожетекті алып келеміз. Сервожетек деп іздесек болады, немесе үстіңгі бөліктен іздеп, серво деген бөліктен іздеп тапсақ болады. Сервоны макеттік платаға орнатып болғаннан кейін біз оны үш аяғы бар екенін көріп тұрмыз. Қызыл, сары, қара аяқтарын, яғни сымдармен жалғанған. Осы сымдарды бір бөлігін жерге тұйықтаймыз, бір бөлігін қуат көзіне 5 вольттан кернеуі 5 вольттық қуат көзіне жалғайтын боламыз. Біз қазір ортақ қорек көзін, яғни 5 вольттық қуат көзіне жалғап жатырмыз, және де жерге тұйықтап жатырмыз ортақ. Оны қара түспен белгілейміз. Дәл солай сервожетектің, сервоприводтың қара түсін жерге тұйықтаймыз, қызыл түсін қуат көзіне, ал сары түсін шим ретінде біз диджитал бөліктегі 9-шы немесе өзіңіз қалаған 8-7-ші пиндарға жалғасаңыз болады. Дәл осылай негізгі мақсат жұмысты сервожетекті потенциометр арқылы басқару. Сол үшін бізге бүгін сары түсін қазір біз диджитал бөліктегі A0 9-шы пинға апарып жалғаймыз. Сол үшін бізге конденсатор керек болады. 2 конденсатор және 1 потенциометр. Потенциометрде 3 аяқ болады, ал конденсаторда бізде 2 аяқ болады. Конденсатордың сол жақ бөлігін біз жерге тұйықтаймыз, ал оң жақ бөлігін қуат көзіне тұйықтаймыз. Ал потенциометрде дәл солай сол жақ бөлігін жерге, оң жақ бөлігін қорек көзіне, ал ортаңғы бөлікті A0-шы аналогтық пинға апарып жалғайтын боламыз.
конденсатордың сол жақ бөлігін айтқанымызда жерге тұйықтаймыз, ал оң жақ бөлігін қуат көзіне тұйықтайтын боламыз. Дәл осылай жасап болғаннан кейін біз осы схеманың PNG форматындағы сурет ретінде алатын боламыз. Бүгінгі проекттің скетчіне жазу үшін Arduino IDE платформасы қажет болады, және де осыдан біз проекттің скетчіне жазатын боламыз, яғни кодын жазатын боламыз. Ол үшін бізге қажет болған фрейзинг платформасында біз қалай схеманы құрдық, дәл солай ретінде біз скетч жазатын боламыз. Ол үшін бізге қажет болатын Arduino IDE платформасында қандай шамалар керек болады және қандай айнымалылар керек болатынын біз нақты айтып өтетін боламыз. Ол үшін бізге керек болатыны сервоға арнайы фрейзинг платформасында құрғанымыздай сервоның арнайы өзі 9-шы диджитал пенға жалғанып тұр. Және де потенциометр А0-ші аналогтық бөлікке жалғанып тұр. Осы айнымаларды беріп алуымыз керек бастапқыда. Және де бізде сервоға арнайы сервожетекте арнайы кітапхана библиотека бар, серво деген include servo.h. Осы библиотека арқылы біз серво дейміз, және де сервоға жаңа айнымалы myServo деп беріп кетеміз. Бұл жерде одан кейін бізге керек болатыны подпин аналогтық бөлікке жалғанған потенциометрдің айнымалысын беріп кетеміз, және де қосымша podvol және angle деген айнымалы беріп кетеміз, және де біздегі фрейзингде жасалғандай сетап функциясында біз myServoны, яғни сервожетекті қосу үшін attach деген функцияны қолданатын боламыз, және де біз қай жаққа жалған 9-шы пенға жалған жақшаның ішіне 9 деп жазамыз, яғни қай пенға жалғасаңыз соның ішіне жазатын боламыз, және де 9600-ші портты жалғайтын боламыз. Loop функциясында біз жаңадан podval деп айнымалы құрдық, және де біз аналогтық бөліктегі потенциометрді оқитын боламыз, аналог rate деп және де podfin деп жазатын боламыз. Оның ішіне serial print деп жазып, потенциометрдің мәнін шығаратын боламыз. Көріп отырғанымыздай потенциометр. Және де angle деген қосымша айнымалы ретінде құрғанымызды map функциясы арқылы біз 0-ден 1023-ке дейін, және де біздегі градусымыз 0-ден 179-ға дейін. Және myServoWrite арқылы біз angle айнымалысын беретін боламыз, шығаратын боламыз. Проекттің эксперименттік бөлігін Tinkercad онлайн сервисіне жасап көретін боламыз. Tinkercad онлайн сервисінде фрейзинг платформасында біз проекттің схемасын дәл қалай құрдық, дәл солай ретінде, яғни сервоны біз конденсаторды және потенциометрді қосу арқылы схеманы алармыз, дәл солай ретінде Tinkercad онлайн сервисінде құратын боламыз. Потенциометрді аналогтық бөліктегі А0-ші пенға, сервоны 9-ші диджитал бөліктегі пендарға апарып жалғаймыз, және де дәл осындай қылып алатын боламыз. Негізінде потенциометрді бұрау арқылы сервоны градус ретінде бұрауымыз керек. Неше градусқа бұрайтынымызды потенциометрді бұрған кезде байқауымыз керек. Және кодын Arduino IDE платформасында қалай жаздық, дәл солай жазылады. Және де көріп отырғанымызда servo.h библиотекасын қолданатын боламыз. Яғни біздегі потенциометрдің мәні бойынша біз сервоның қозғалтқышын айналдыратын боламыз. Яғни біздегі angle-ға берілген map функциясы арқылы 0-ден 179 градусқа дейін аралықты береміз, және де сол аралықты беру арқылы біз бүгінгі серво жетегімізді потенциометрдің берген мәні арқылы біз сервожетектің қозғалтқышын айналдыратын боламыз. Яғни потенциометр қанша градус вольт беретін болса, сонша градус сервомыз айналатын болады. Көріп отырғанымызда біздің сервомыз айналып жатыр. Потенциометрді бұрайтын болсақ, потенциометр қанша градус беріп жатырғанын көріп отырмыз, және де қанша вольт беріп отырған, және ангылдың 64 градус деп 128 әр потенциометрді бұраған сайын біздегі serial print ретінде шығарған мәндеріміз көрсетіліп отыр. Яғни біздегі принтте бірінші мәніміз ол бізде потенциометрден алған вольттың мәні, ал одан кейінгі ангылда бізде градустың мәні ол 0-ден 179-ға дейінгі аралықтағы мәндерді алып қарастыратын болады. Яғни
егер потенциометрді проектті өшіріп қайтадан басатын болсамыз, сервомыз қайтадан орнына келеді. Ал егер потенциометрді қозғайтын болсақ, яғни бұрайтын болсамыз, яғни қалай бұрадық, дәл солай ретінде 90 градус немесе 180 градус айналым жасайды.